Бұл менің балабақшам. Бұнда менің достарым көп. Бұнда біз сурет саламыз. Көп қызықты деген ойындар ойнаймыз. Бүгінде балабақшада жалғыз қалып қоймыз. Әкем тағы да кесігуде. Үнемі мені әпкетуге асығып келеді. Бұл біздің үйге қайтатын жол. Әкемнің қалта телефоны қоңыраудан босамайды. Ол іскер адам. Әкем аузынан көп түтін шығара алады. Ау, анау кетіп бара жатқан баланың әкесі олайдан сала алмайды. Анамдың әдемі асы дайын тұрады. Қуанып істеймін, қамалана да істеймін. Әкемдің денесі спортты жанрларға ағайдарға ұқсайды. Өскенде менің денем әкем сияқты болады. Олай ұсқанда анам мен әкем жаман сөз айтады. Анам әкенің айтқанын орындамай қойған болар. Бұндай сөздерді біз сияқты балалар естімеу керек. Әкемдің жасына жеткенде мен де осылай айтқанымды орындатам. Осылай әкем түн ортасында дауыс көтеріп ән айтады. Көшелер қабылдары ұрып, оған қолдау көрсетеді. Үлкейгенімде әкем сияқты көшелердің қызметіне бөлінетін боламын. Бұлар менің әкем мен анам. Мен олар қатты жақсы көремін. Мен әкем сияқты өскенде күшті боламын. Өйткені ол қайталанбас. Бұл бала бүгін бала, ертең дана. Оқымасы көңіліне бітпес сана. Адам туған баласын надан қылып, ата-ана болмасын жүзі қара.